Джеффри Престон Безос, американдық кәсіпкер, Amazon интернет компаниясы және Blue Origin аэрокосмостық компаниясының негізін салушы, The Washington Post баспа үйінің иесі. Джефф Безос 1964 жылы 12 қаңтарда ақш-тың Нью-Мексико штаты Альбукерке қаласында дүниеге келген. 2018 жылы Forbes бойынша Джефф Безос әлемдегі ең бай адам атанды. Оның байлығы $135 миллиард құрады. Джефф 4 жасқа толғанда оның анасы кубалық иммигрант Мигель Безосқа тұрмысқа шыққан. Бүгінде кәсіпкердің 3 ұлы және Қытайдан асырап алған қызы бар. 2019 жылдың 9 қаңтарында Джефф Безос 25 жылдық некеден соң әйелі Маккензи Безоспен ажырасты. Оның әйелі $37 миллиард алатын болды. Жасөспірім шағында Безос Макдональдсте фрикар тобын дайындаушы болып жұмыс жасаған. Сол кездері ол бастауыш сынып оқушыларына арналған Dream Institute жаздық лагерін құрған. 1986 жылы Джеффри Принстон университетін электроинженерия және компьютерлік ғылымдар мамандығы бойынша аяқтаған. 1994 жылға дейін ол Уолл-стритте әртүрлі қызметтерде жұмыс істейді. Кейіннен D.E. Shaw & Co. компаниясының вице-президенті лауазымына тағайындалады. Алайда 1994 жылы жазда ол жақтан шығып кетеді. 1994 жылы Безос Amazon.com интернет дүкенінің негізін салды. Сайт 1995 жылы 16 шілдеде іске қосылды. Бастапқыда компания онлайн кітап сату дүкені ретінде басталып, кейіннен өнімдер мен сервистердің үлкен ассортиментін сатуға дейін кеңейді. Қазіргі таңда Amazon интернет сауда саласындағы ең алып компания. Безос Amazonның алғашқы жылдарында жұмысшыларына арналған үстелдерді өзі жасаған, себебі қымбат жиһазды алуға қаражат болмаған. Ол үстелдерді жасау үшін ағаш есіктер мен тақталар пайдаланған. Жылдар өте бұл үстелдер компанияның артефактісіне айналған. Қазіргі таңда Amazonның жұмыс үстелдері осы тарихи дизайнда жасалған. Тіпті компания үздік идеялар үшін DoorDesk Award премиясын құрған. Amazonның ісі өрге домаласа да, Джефф өзіне қымбат қайықтар мен көліктер сатып алған жоқ. Ол ұзақ уақыт бойы 1987 жылғы Chevrolet Blazer көлігін мініп жүрді. Тек 1997 жылы ғана ескі көлігін Honda Accord'тың жаңа моделіне айырбастады. 2000 жылы Джефф космотуризм саласын игеру үшін Blue Origin компаниясының негізін салды. Ол бала кезде мұғалімдер мен достарына ғарыштық кәсіпкер болғысы келетінін айтқан. Осылайша ол балалық шақтағы арманын орындаған. 2013 жылы кәсіпкер американдық The Washington Post баспа үйін $250 миллион сатып алған. 2017 жылы 24 қарашада Джефф Безостың байлығы $100 миллиард жетіп, ол жер шарының ең бай адамы атанды. Ал 2018 жылдың маусымында оның байлығы $135 миллиард ұлғайды. 2003 жылы Джефф Безос бір өлім аузынан қалды. Ол Blue Origin'нің сынақ алаңына лайықты жер іздеп жүргенде тік ұшақ апатқа ұшыраған. Джеффри бірнеше жеңіл жарақат алып, тез қалпына келген. Алайда осыдан кейін ол ұзақ уақыт тік ұшақпен ұшпаған.